колледж 1997 жылы Алматы есеп технологиялық колледжінің филиалы ретінде Ақтау есептік технологиялық колледжі болып құрылды. 2013 жылдан бастап Болатбаева Тілектес Аманқосқызы негізін қалаушысы және құрылтайшысы болды. 2024 жылдан колледж жоғары педагогикалық колледж деген атағын алып, жас ұрпақты білім мен сусындаттар ұстаздар қауымын көбейтуді алдына мақсат етіп қойды. Дей тұрғанмен колледжімізде жұмысшы мамандықты даярлайтын топтар да білім алуда. Олар тоңазытқыш, компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау, тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу, шаштараз өнері және тағам өндірісінің технологиясы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Бастама жұмысшы мамандықтарды дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болып қалыптасу идеясын насихаттауды көздейді. Колледжіміз мамандықтар бойынша материалдық базамен қамтылған, арнайы теориялық шеберлік кабинеттері жасақталған. Колледжіміз еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды даярлау мақсатындағы мамандықтар бойынша әлеуметтік серіктестермен келісім шарт жасақтап, тығыз қарым-қатынас жасауда. Олар тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу бойынша Нұршақ Сәния, Марч Сәния, Медина Сақтағанова Сәния, Рахим Биби жеке кәсіпкерлігі және Абдумалик жеке кәсіпкерлігі. Тағам өндірісінің технологиясы бойынша компания Ақтау Тойер Сити Лтд, Каспиан Груп Констракшн, Тастай Проперти Менеджмент, Төребек, тоңазытқыш компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау бойынша Ақтау Тойер Сити Лтд, Автоклимат, Османов жеке кәсіпкерлері.